Бүгін біз Қазақстандағы таңдаулы ең мықты ютуберлермен футболдан сұмдық челлендж түсіреміз. Жеңілген команда осы ингредиенттерді таңдап өзіне сұмдық желкенішті донер дайындайды. Бұл донерді жемеу үшін барлық ютубер барын салады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Зефрик және де артымда легендалар. Бүгін біз легендалармен мүмкін емес донерді жейтін боламыз. Жеуге мүмкін емес ингредиенттер. Бұлай ойлап тұрмын, 6 бақандар, 3 болсын. Бізде командада пазл. Танитын шығарсыңдар бізді бәрі. Легендарный команда деп ойлаймын. Біз количествомен алып кетеміз. Енді мінекей біздің Алтыбақан командасының қасқыр мінезі ойыншылары. Біздің командаға анпакинг жасайтын болсам, білесіздер, Досымжанның оң аяғы ешкімді кешірмейтін аяқ қой. Ал Романың екі аяғы екеуі де кешірмейді Романыкі. Біз Алтыбақан дейтін команда боламыз. Сендер F4-сіңдер ма? F4 боламыз. Суық погодада доп қолдарына тисеше, ойбай, ақша езді. Бетке тисе не болады? Ойбай, Домдан қорқам мен. Төртеу тұр ғой ана жерде. Емай. Қиындау сияқты ғой. Досеке аңға. Ұмытпаңдар кім екенімізді. Алтыбақан! Бірінші челлендж, бір команданың ойыншыларының барлығы қақпаға тұрады, ал екінші команданың ойыншылары гол соғуы керек. Досик! 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 Гол! Алтыбақан феме! F4 слабилау екенсіңдер, F4! F4! Кімге қарай келеді? Heç пример құлағым. Білмеймін ше. Ойлар жетпей. Девяткі летейін деп тұрсың ғой. Қандай құрама екенін көрсету керек. Рома! Қасқыр қайда бада? Жай дейіз абет. Жай дейіз абет. Бана қасқыр не болды, Рома? Естуімше қасқырды буындырып өлтірді дейді. Балам, ол қасқырды алу өшей сән қоймаған. Сән еркенен бар қуамда оны мұлтықтамаймын. Таймайын жағады ойлады. Дайынсыңдар ма? Ма, мен ойламаппын, төрт ютуберді бір барата қойып қойып төбем деп. Тесіп жібергәне. Гол! Қорып қойды кішкене. Ойбай, ойбай, жай. Ай, шоққа қалай тек кетті. F4 сила, қалғандар тил Асмасме. терпила. Бля, досы, ес болып кетті. Бізде достар алдайын деп отырық. Қазір Ершат типа тепкендей болады. Өтіп кетеді, артынан кетіп мен тебем ғой. Давай, Ершат, давай. Жібермейміз. Хорош. Блаз! Алтын доп иегерінен сақ болу керек енді. Бекерден алтын допқа сайламапты ғой бұл жігіт. Келесі челлендж. Ортадан бастап барлық ойыншы жүгіріп жарысады. Ортадағы допқа бірінші жетіп, гол соғуы керек. 1, 2. Екі ғой әлі, 2. 1, 2, 3. Осы қарын екінші группа келатыр. Молодец. Мен емес. Ё-майо. 1, 2. Мынау қайтпадыр. 1, 2, 3. Мен жетем осы. Hozir Paxtakorda yana bir hujum yuzaga kelmoqda. Sergeyev birga bir chiqib ketdi. Darvoza bo'sh. Келесі челлендж. Бізде 3 қорап бар. Олардың ішінде тек біреуінде ғана доп жастырылған. Егер қораптың ішінен доп табылса, қатысушы бірден пенальти тебуге мүмкіндік алады. Дерский деп тұрмын ғой, білесің бе, біз бағана бейсреден жегіздік қой. Тағы да сол жегіздік қой енді. Кезектесіп сетік. Қайтсе де бүгін бір гол салу керек. Бүгін ұттай кетпейміз. Дайын. Досик логикасына сүйеніп болсақ деп қой. Досик мына жаққа тұрады. Қаяққа? Осы жаққа тұрады. Сияқты, білі.
ортасы сияқты. Достик андай неожиданный бір ход жасайды всегда. Ол тағы да анда салып қойды. Ай, ештеңке істемеді точнее. Может, ортасы. Мен де сол ойлап тұрмын ортасы. Ортасы емес, мне кажется, мынау сияқты. Ойланып алыңдар, ойланып. Бірақ орталарын көргілерің келсе, давайте көрейік. Давай. Сол жақта сияқты. Ойланып аласыздар ма? Ортасын ашайық па? Мына азғыратындар бар бұлардың. Тағы бір көріп алсын дейді. Знаешь, орталап тұр ғой. Неге оң жағымыз? Рамазан переигрывает. Неге оң емес неге оң емес айтыңдаршы. Мен мысалы оң таңдар едім. Ол сенде біз Или тоқта, 10 деді ма? 10 болса 10 болуы да мүмкін. Бізді алдап тұр, типа. Или может они специально андай айтып жатыр. Ортасын таңдадық, ортасын таңдадық қой. Давай ортасы. Ортас. Ой. Сақ досиктің логикасын білем мен досик мен зәбіргіз. Бір жерге тыға береді, короче, бұлар. Бір жерге тыға береді. Біз, наоборот, ар жаққа тықпай сақпай болады. Я же біз ортасын тықып тұйық тоже. Ортасын таңдамайды деп ойлайсыңдар ма? Давай, дым эмоция шығармайық. Әйтпесе бір эмоция шығарсаң, сәз біліп қапады мына. Йоу, достар, біз короче. Чеғолдарын қарап тұр сендерін. Жоғай, болсай. Ата үшінші. Все. Көздерің танасы. Үшіншісіне түсіріп тұрыңдар, шәди. Давай. Давай. Қандай үйрім бе? Таңдай бер. Мынау. Тебе ол саған деген клиенттің ризашылығы. Пазл допқа қарады. Одан кейін екінші адам если сол жаққа қараса, значит сол жерде деген сөз деп ойладым да. И тұрады да. Пазл алдымен сол жаққа қарайды. Одан кейін тұрады. Нұрлан қарайды. Бірақ мына сыйлығың болмады. Бүкіл еңбегін ауаға кетті. Қате болды ма? Билік отырып сайлай. Жаңа бағана айтып өтіп қой. О, нормально. Біз всегда андай бір жерге қайтан салып жүреді по приколу. Басындыршы шет. Басындыршы. Мен тауға қарап тұрмын. Тау зың болып жатыр. Өзің ештеңе айтпаймыз, өзің таңдашы. Бекер шықтым деп әкімге дейін ойнаймын. Ана дүниеге барған кезде де ойлайтын шығармын. Бәлә. Рандом чистый. Қарасай. Коробка балай қойып қойықшы. Үстіне тыққан дұрыс бола ма екен? Ойыншы ше, чехолдан қаралды. Apple ма, Apple ма деп бірдеңе тұр. Олар айтады үстіне тықпайды дейді, үстін таңдамайды, астын таңдайды. Үстіне тықпайық наоборот. Рисковать дейді. Вообще қарамаңдаршы. Болдық. Астыңа екеуің біреуі. Төбесінде жоқ екен. Салмақ. Менің ойымша керісінше. Қара дойсик. Бар салмақ. Рома қаршы ұстап. Бар. Зазорды көрдің ба сен? Зазорды көрдің ба? Жоқ, қарасай, зазор. Қарасай, сәл салбырап тұр ғой. Бес түсіп тұр көрдің ба үстіне қара. Көрдің ба? Дойсик мен ойынша ол жоғарыда. Потому что олар жоғары кішкене вип толып тұрған жерде. Нұрланның өзі түрі айтып тұр ғой жоғары жақты. Онда мен таңдай берейін. Дойсикке. Ортасы ма? Ортасы ма не? Бля, айттым ғой, сондай. Реально вес көрініп тұр ма не? Салбырап тұрғанда. Тығу челленджден мүлдем ұтылмаймыз ба бір бәлеміз? Dark side, light this bitch up. Секіру керек қой, похуй. Достар, өзі гол салу маған әшейін тән болып қалды бауырлар. 6 бақанға гол салу әшейін тән. Давай, Барыңдар. Қазір жестко жатып. достар Өздері ойлайды. Қарамасай. Рома пайды біліп қоятын сияқты, Рома. Не повезло, не портануло. Еба, Рома. Рома, танышпансың бетіңе айтайыншы. Рома, не ойластырасың, Рома? Рома, Дайын! үй салып жатық. Дұрыстап ойланғанда біз сияқты жатып көріп, бірдеңе істеп. Ей! Іздей бер. Жаңа салмақ алып кетті. Бар ма? 1, 2, 3. Блядь. Ема! Үйге қайтмыш. Қайтсай ма мына видеодан сені, брат?
Ал, дайынбыз. Тоқта. Ақылдасайық. Неге жақындамас? Қайсысы деп ойлайсыңдар? Ең асты деп ойлаймын. Мен де асты деп ойлап тұрмын почему-то. Мен негізі асында намау ғой, сендерге рекомендовать ететін едім. Үсті емес. Неге үсті емес? Қараса коробка қалай Образ дейсің ғой, тұрған. Үстінде салмақ болса жабысып тұрады ғой. Может, ортасы шығар. Ас. Тоқта, коробка қандай положениеде тұр? Үсті или ортасы яғын үсті емес. Неге үсті емес? Қараса енді. Енді қарасын қандай нарастойсик. Олар айтады, мына жерде құттай ашық тұр ғой, үстінде доп жоқ дейді. Мына ортада или мынада болуы мүмкін дейді. Мен оларға айтам, может мына жақта. Ал көреміз енді. Өзің шешіңдер енді. Мен ортасы. Ортасы давай. Алла, Мен неге жүрмеңе? ортасы. Өздерің айтың. Ортасы. Точно ма? Ал енді теуіп жіберіңіз бір ортасын. Келесі челлендж. Ойыншылар қорғаушыға қарсы гол соғуы керек. Ал бірақ олардың аяқтарында ыңғайсыз аяқ киім болады. Ал, кеттік ал. Көрейік ал, қалай болады екен. Dark side, light this bitch up. Бүгін доп салмай кетпеймін дегем. Хотя бы мынандай мен салдық қой әйтеуір. Достар, ема менде алтын доп егеріне қарсы шанс жоқ, достар. Мен мұңай үстіндемін. Нұрланға сенеміз, достар. Давайте комментарийға жазыңыз. F4 құтатты. Dark side, light this bitch up. Голды Нұрлан осы қазір ғана салды. Нұрлан қалай чувствовал? Давай, Тосик. Light this bitch up. Мына доппен ойнау өте қиын сияқты негізі. Білесің ғой, мен саған әрқашан дайынмын. Маған сол аяққа бекер кидім мынаны. Делен. Dark side, light this bitch up. Бір-біріне қарап тұр. Ой-ой-ой. Хотя бы көңіл F4 бізден ұтылып қалып қазір донер жейін деп атыр ғой. Мынаны білесіздер ме? Мен өзімнің страхтарымды алып келдім просто. Ең бірінші үй жақтағы мықты бір донеркадан сендерге лаваш алдырдым әдейілеп. Білесің ба, неге печат емес деп жатыр? Өйткені бұл ингредиенттер улы. Қазекам. Мына жыртылып қалыпты ғой жеги. Жарайды, орап сала береміз бірдеңе етіп. Мәсі айтыр. Бұл өмірде мен енді барлығын көрдім. 3% зор. Сет филет оп. Әке, мынау істесін. Давай. Қалай? Ай, бұш. Батыр. Мінеки керемет балықтардан қолын таза жеге ал, если что. Керемет деп саламыз. Жақсы иіс шығып тұр ма? Жоқ, мынау 3% жақсы негізі. Жақсы түрін таңдап қойыппын ғой, ей. Жаман тұр еді ол негізі. Ең арзан алмайсың ба, скидкамен тұрған. Мұналар жей береді екен, ей. Мұналар ұрбалайын деп тұр ғой донерде. Біздің наказаниеміздің бірінші шығарды мұналар. Так, мінеке жарайды, балықтарды салайық. Мына балықтың дәмі. Балық енді кішігірім. Одан кейін обязательно бізде банан. Әке, жатсың біші. Жем жеген. Мә. Бананды әдемілеп саламыз. Бананды езбеп жүрсек кішкене. Қалай ма? Оп. А? Мұна үйіңе алып кетші, брат ма? Огурцыйды кесіп алайық осылай. Ешкім бүйтіп жасамайды шығар, я. Жақсы, кесе берейші болмай кетті ғой. Нешеу кесейін жеге? Сендер нешеусіңдер? F4-сіңдер ғой. 10 жастағы балдар болады, походқа шығатты. Да, F4-ке 4 огурцый торадым. Зор ма? Иә, иісі келіп отыр да. Мысық жейтін тамақтар болады ғой. Сондай иісі келіп отыр. Мен бір досым мысығы бар еді. Ең жаман дастархан досы шықты. Бұндай болмасақ ары қарай отырмай ақ қояйық деші. Жайлап
Ей, жиги. Сендер жамандап жесеңдер. Мыналар дейтін неменес. Ең жаман зат алсам, мыналар кайфтанып жеп отыр. Майонез неғып жоқ деді. Бар ма? Бар? Бар екен. Майонез бар. Мында достар. Мать, сгущенка. Сгущенка нафига? Кішкене. Так, достар, мінекей жуалатайын деп тұрық мына жерде біз. Жақын міне. Кесе алмай жатырмын қойшы. Қабығымен аш. Қабығы түсіп отыр ма? Сен кәдімгі жуынды дайындағандай дайындап жатырсың иә. Кішкене қабығын ашсайын, адам жейін деп жатыр ғой оны. Бүйте салайын да. Міне. Ей, пышақтарың немене? Ей, Досик нейін пышағын ал. Мына шпро жақсы екен. Досик, жаман түрін алдым ба дейсің, мыналар ұрып отыр ғой. Ұрындар, жіктер. Так. Ауыз комбо болып жатыр сол. Жейміз ғой енді сырттары шағын ғой ма? Былайға қашты. Сол ма? Мынау саған дос түскеніміз. Үйреніп жатқан жоқсың ғой. Біз жейміз ғой. Режимінде қолымдан келгенше жасап жатыр еркек шейтен. Сен айып етпеңдер. Сен ана шелекке қабық ашып отқан сияқты ғой. Ана жерге ашасыз. Сен мына жерге таза тамақ алып кел. Сочинде болып жатыр. Айбай, ну. Жеге, мен сіздерге айтайын де, мынаны қараңдар. Мынаны аласыңдар. Бүктейсің. Мать, мынау лимон болып кетті. Міне. Басық қалды. Жеге, тұра тұрың, жеге. Мынаны қосайын да. Лимонды көбірек қосайық. Мынаның дәмі жоғалтып па? Айбай. Мать, жарайды шығар я. Бір-бір тістейсіздер ғой тек. Майонез бар бізде. До конца жейтін адамға приз болсын да. Не приз? Молодец дейтін приз берейікші. Что-то әділ аға кішкене не істеп отыр. Ей, бана басын жейін деп тұр ғой примерно. Арама, болды. Болды, жетеміз сгущенка келе. Балықтың дәмін кетірейін түсінесің. Сгущенка құны болады. Так, қалай істейді бұны? Мать. Осылай ғой шамамен, я? Ең жаман. Ана жер. Төсек. Нұрлан донер болып жатыр. Қаптайық. Нұрлан аға, сіз донер жасайды дейді ғой осы. Өз қолымнан тістейсіңдер ма? Ортасын бөш. Ha? Yani 7 gün videonu ayakta брат, үшінші күн. Ha? Давай ал. Давай, дейлейін. Помидор бар. Мыналарға бәрібір ғой, ей. Мыналар вообще. Бүгіндікке тамақ ішпеген адамдар. Қалай? Ты чё, Ронай? Қалдырш деді. Қойылай, нифига шықпам. Мұнан жесіп. Салфет көмі? Зұр ма? Жеге мен новый рецепт таптым. Новый рецепт. Коланы сөйтіп тапқан ғой жеге. Маған точно ұнамайды, реально айтамын. Көмі, салфет. Салфет. Брат, біз ұйымдастырмадық ондай нені. Не бар салфет. Нормально? Серьезно? Брат, жеп көреміз оу. Міне мына жерде достар. Так, микрофон досеке. Аға, что-то не болып қалды? Микрофон. Балық қой, балық. Көрейін. Ал, давай, бәр. Пияз жей алмайтын ба, амбалы пияз жей. Ай, бай, білесіздер, Puzzle Life дейтін канал бүкіл зат түсірген ғой. Ашық. Әшейін. Короче, тәтті донер. Қалайш? Сгущенка дәм шықпайды, бананның. Нұрлан аға, нормально ма? Су үшін, су. Нұрлан аға, не болды дәмі ға? Мен ойлаған жоқпын, банан мен балық сочетаться етеді деп. Әдемі ма? Ал достар, осымен осындай видео болды. Көріп тұрғандарыңызда, донер ұнады ма? Новый донер. Не ашпаймын донер? Банан мен балық. Осы рецепті қалдыру керек. Ал достар, сіздер болсаңыздар, төменде тұрған подписаться кнопкасын басыңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Зефрикс, келесі кездескенше. Бүгін ютуберлер шайқасын жеңген команда 500 мың ақша ұтып алады.